Kola susundan tecrübe жасаймыз. Birinchi, mana qaranglar oğlum, kolani ашып жатыр. Buni ағадилab астына құйдық. Екінші, Ерасыл өзің құя қой. Енді балалар, бұны даттанған, мынау не деп балалар айтыңдар? Шеге. Даттанған шеге екен балалар. Осы даттанған шегені мына коланың ішіне салайық, алып сала қойыңыздар. Екіншісіне салайық. Не үшін салып жатқанымызды білесіздер ме балалар? Бұл кола адам ағзасына өте зиян беріп жатыр. Иә, қазіргі таңда бұл мына даттанған шегелердің барлығы өзі түсіне келетін көрінеді. Ақ қағазбен мынаның бетін жауып бір күнге қоюымыз керек екен. Балалар, ана біздегі ең бірінші тәжірибемізде колаға не салдық? Шеге салдық. Соны біздер қарайық. Қандай нәтиже шықты екен, е? Коланы мында құя қой. Мана салған шегеміз қандай болды? Дат болды да, енді мынау ағарды ма балалар? Ағарыпты да балалар, міне түсіне еніпті да балалар. Қараш. Шегеміз түсіне ақшыл түске еніпті да балалар. Өте жақсы. Келесі тәжірибеміз су ауыр ма, немесе күнбағыс май ауыр ма? Соған тәжірибе жасайық. Жақсы ма? Бірінші стақанымызға суды құямыз. Ағарып өзіне құя қой. Келесі үстіне күнбағыс майын құямыз. Құя қой. Сендер қой ағыр. Қараңдар балалар. Не байқап отырсыздар? Қараңдаршы, ағаділ суға қараңдар. Асты неме болып тұр? Асты? Бірінші біздер не құйдық? Стақанымызға не құйдық бірінші? Су құйдық. Сосын екінші үстіне күнбағыс майын құйдық да балалар. Араласпайды да балалар. Астында не болып тұр? Су үстінде май болып тұр да, үстінде күнбағыс майы тұр. Сонда су ауыр екен. Су төменгі жағында тұр да, стақанымыздың төменгі жағында тұр балалар. Өте жақсы балалар. Сіздерге көп рахмет. Балалар, бүгінгі екінші тәжірибеміз балалар. Қолымыздың тазалығы. Қолымызды серуеннен келгенде таза болуы қажет та балалар. Соны тәжірибе жүзінде көрсетеміз. Бірінші, ыдысымызға су құямыз. Ағады өзіңе құя қой. Жақсы. Екінші, қолымыздың ластығын тазалау үшін мына тәжірибені суға салып көрейік. Ағады, салау су. Батырамыз. Батыр. Қолын батыр. Батырма суға батыр керек. Батыр. Батырамыз. Батыр. Өте жақсы. Енді мынаны қағазымызды алайық. Қағазымыз мана қандай болды балалар? Лас болды да? Қазір қандай болды? Таза болды. Ала қойсын де ағады.
Өзі таза болды да балалар? Aha, оны жанымызға қоямыз.